Лашкар-е-Тайба оңтүстік Азиядағы ең ірі және белсенді террористік ұйымдардың бірі, негізінен Пәкістанда әрекет етеді. Оны 1989 жылы Хафиз Мухаммед Саид, Абдул Азам және Зафар Икбал Ауғанстанның Кунар провинциясында Усама бен Ладеннің қаржылық қолдауымен құрды. Қазіргі уақытта Лахор, Пәкістан маңында орналасқан. Ұйым 1993 жылдан бастап Үндістан әскерлерімен азаматтық нысандарына қарсы бірнеше ірі шабуылдар жасады. Сонымен қатар Лашкар-е-Тайба Ауғанстандағы коалициялық күштерге де шабуылдар ұйымдастырды. Ең ірі теракттерінің бірі 2008 жылдың қарашасында Мумбай қаласында болған лаңкестік шабуылдар үшін жауапты болып табылды. Бұл шабуылдардан 166 адам қаза тауып, 300-ден астамы жарақат алды. Ұйымның мақсаты Үндістанның Кашмир аймағын бөліп алу және онда ислам халифатын құру. Сонымен қатар Лашкар-е-Тайба ислам әлемінде ықпалын кеңейтуге ұмтылады. Лашкар-е-Тайба Үндістан, Пәкістан, ақш, Ұлыбритания, Еуропалық одақ, Ресей және Австралия сынды елдерде лаңкестік ұйым ретінде танылып, тыйым салынған. Қазақстан Республикасының жоғарғы соты 2005 жылғы 15 наурыздағы шешіммен Лашкар-е-Тайба ұйымын террористік деп танып, оның Қазақстан аумағындағы қызметіне тыйым салды. Бұл шешім елдің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және экстремистік әрекеттердің алдын алу мақсатында қабылданды.